Саламатсыздар, мен бүгін мен рулет жасайын деп отырмын. Оған бізге керек қызылша керек, 125 грамм, 80 грамм крахмал, 3 жұмыртқа, 1 шай қасық шекер, 1 ас қасық сұйық май және де тұз керек. Сонымен қатар рулеттің арасына салуға тауықтың етін қолданайын деп тұрмын. Қызылшаны осындай кішкентай күштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізген қызылшамыздың үстіне 80 грамм крахмалды саламыз. 3 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлеміз де сарысын саламыз. Және де бір қасық тұз саламыз. Бір ас қасықпен май қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Крахмалды мен кукурузный крахмалды пайдаланып отырмын. Енді осы қызылшаның үстіне біз жартысын ағын қосамыз, жұмыртқаны араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осы дайын болған массаны біз 180 градусқа 15 минутте пісіріп аламыз. Бір келкі болу керек. Рулетіміз шыққан кезде, сондықтан да осылай жаямыз. Міне дайын болды, енді осыны әбден суығанша қоямыз. Осына тауықтың етін салып жаямыз. Мына шетін жеткізбей істейміз, өйткені қазір сыртқа қарай шығып кетеді. Ораймыз. Рулетімізді. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Енді осыны холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шықты.
Сіздерге де осындай ролик жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мені қолдап жүргендеріңізге рахмет сіздерге.